Сәлем достар, жаңа сериал арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 41 және 42 бөлімді ұсынатын боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Махир мен Жанфиза Тосынсайды көріп, не дерін білмей абдырап қалады. Махир бұған Фирманның тікелей қатысы барын түсінеді. Барлығы оларды құттықтап Жанфизадан сұрап жатырғанда, Фирман әдейі есін жоғалтып құлап қалады. Бәрі абыр-сабыр болады. Жанфиза бөлмеге келіп, Махир, неге олай істедің? Бәрі мені жүкті деп ойлап қалды деп ұрсады. Ол болса, енді не істеуім керек еді? Жағдайды көріп тұрсың, басқа малым болды ма дегенде, Жанфиза оған, елдің бәрін алдадың. Ертең шындық ашылғанда олар қандай күйде болады, ойладың ба дейді. Жанфиза оны өзімшілсің деп кінәлайды. Екеуі ұрсып тұрғанда жандарына Фирман келеді. Ол оларға алғысын айтып, ДНК нәтижесі шыққанға дейін күтуін өтінеді. Бұл жағдайды шешетінін айтады. Ол Жанфизаны көндіріп, егер ол келіссе, сәбидің атын Афетфеза қоятынын жеткізеді. Олардың жанына Сара келіп, қайдағы сәби, бұлар не деп жатыр деп түсіндіруін өтінеді. Селим Махирге ерегесіп, мен бұлардың үйіне күйеу бала ретінде кіруім керек, мен бұл ойында жеңіске жетуім керек деп жоспарлап жүреді. Джейла Махирге келіп, Селим туралы ақпаратты естіп шок болады. Ол бұларға оған қалай тап болғанын айтады. Махир болса, енді сен ол адамның үйінде нағып жүрсің, неге үйге келмедің деп ұрсады. Джейла оған енді Селиммен кездеспейтінін жеткізеді. Севда қонақ бөлмесінде жылап отырады. Фирман келіп одан себебін сұрағанда, ол Жанфизаның балалы болатынын естіп, көңілім түсіп кетті. Бізде де сондай бала болса ғой деп армандап жүрген едім дейді. Фирман не дерін білмей үнсіз отырады. Эфсина олардың әңгімесін естіп тұрады. Эзра бұл жаңалықты баласына айтады. Кюршат қуанып қалады. Кешкі аста бәрі Жанфизаға күтім жасайды. Оған бұл ұнамайды. Бір кезде ол әңгімені бұрып тоқмаға заттар алу керегін айтады. Гүлизар оған, мені де үйретесің ғой деп сұрағанда, Афет Гүлизарға мұндай жасқа келіп нағылған оқу деп жақтырмай отырады. Махир болса Гүлизарды қолдайды. Жанфиза да мұндай жаста табысты әйел адамдар көп, неге жасамасқа деп оған қолдау көрсетеді. Кенет Махир Жанфизаға жұмыс жасауына жүктілігіне байланысты қарсы болады. Ол солай әйелімен әзілдейді. Джейла кешкі асқа келмей Селимді ойлап отырады. Оған Селим звондаған кезде, ол, сен бәрін басынан білдің, мені пайдаландың дегенде Селим ақталып өтірігін айтады. Джейла оған қарызымды өтеймін деп тұтқаны қоя салады. Алайда ол, оны қалай өтеймін деп ойлап отырады. Сүрия мен Гүлизар интернеттен бизнес бастауға серіктес іздеп отырады. Оған Махир қарсы шығады. Жанфиза Махирмен салғыласады. Ол болса, сен өзіңді күтуің керек, одан да тәтті пахлава жесеңші деп сөзді бұрғанда, Жанфиза қырсығып, жоқ, мен дәл қазір кәуап жегім келеді деп одан сайын ерегеседі. Махирге амалсыз оның дегенін істеуге тура келеді. Келесі күні Махир Күршатпен сөйлеседі. Оны көрген Жанфиза, сен неге әкеммен дос бола қалдың, сен одан кек алмақшы едің ғой деп жағдайды түсінбей жүреді. Махир болса оған есеп бермейтінін жеткізеді. Жекежайға Махирдің сыныптасы Энджи келеді. Кенет оны Жанфиза көріп аса жақтырмайды. Махир Күршатпен кездесуге келеді. Күршат оған барлық жұмысты реттедім деп Савашқа тапсырғанын айтады. Ол болса, сен сол Савашқа сенесің бе дегенде, Күршат, ол бала кезден жанында жүрген адам, мен оған толықтай сенемін дейді. Махир оған, сен сенетін балам маған той күні оқ атты деп айтады. Күршат бұған таңғалып, бұл қалай болғаны деп таңырқайды. Махир болса, ол Бориске жұмыс істеп жүр, екеуміз бірге екенімізді оған айтушы болма деп ескертеді. Кенет Күршатқа Саваш звондайды. Ол оған, Рашид мені шақырып, сіз тауарды қайдан алып жатырғаныңызды сұрады, мен не деп айтайын дейді. Күршат оған ештеңе демеуін тапсырады. Сүрия Энджиден жақында тұрмыс құрмақсың ба деп сұрайды. Ол болса асықпайтынын айтып, алдымен жұмыс жасаймын, мансап құрамын дейді. Сүрия оған тұрмыс құрғанның да жақсы жақтары бар деп Жанфизаның жүкті екенін жеткізеді. Ол болса, кеше ғана үйленген еді ғой, сен сонда үй шаруасына мансап құрып жатсың ба деп қалжыңдайды. Сүрия өз келінін жақтап, онда тұрған не бар, бізде үй шаруасындағы әйелдер емеспіз бе дегенде, ол бұрынғы мен қазіргі заман басқа, қазір алдымен өзіңді дамыту дұрыс шығар деп ойын жеткізеді. Энджидің жанындағы құрбысы оны қолдай кетіп, сен де айтады екенсің, ол Күршат Келемжидің қызы емес пе? Оған жұмыс не керек деген кезде, Афет оларға, демек сендер де бұл туралы біледі екенсіңдер ғой деп сұрайды. Энджи болса, бұрын Махир бұл туралы көп айтқан, шынымды айтсам бұл жаңалыққа қатты таңғалдық. Алайда сіздер Жанфизаны қабылдаған екенсіздер.
Бұндай қайға келген адамның қызымен бір үйде тұру оңай емес деп жатырғанда Жанфиза орнынан атып тұрып, жетер, енді келдің, көрдің, көзің жетті, енді кете берсең болады дейді. Инжи оған қарсыласқанымен Жанфиза оны дегенінен қайтпай қуып жібереді. Афет оны тоқтатпақ болады. Сүрия болса келіннің ісіне риза болады. Инжи үйден шығар кезде Махир саған үйленгеніне қатты өкінемін дейді. Оларды көрген Севда, бұл не деген ұят, өмірімде бұндай тәрбиесіздікті көрмедім дегенде, Жанфиза оған, сен мені бұл үйден шашымнан тартып қуып шыққансың, тәрбие туралы сен айтпай-ақ қой деп кетіп қалады. Бұны көрген Гүлизар Жанфизаның батылдығына қуанып тұрады. Кенет Жайлаға, мен келіп тұрмын, шықпасаң үйге кіремін деген хат келеді. Бір кезде Жанфиза мен Гүлизар сыртқа шықпақ болады. Оны көрген Афет, қайда жол тарттыңдар деп сұрайды. Жанфиза оған, жұмыс қарауға кеттік дегенде, Афет Гүлизарға, сен кімнен сұрандың, саған кім рұқсат берді деп қыспақтайды. Гүлизар болса, мен ересек адаммын, не істесем де өз еркімде деп кетіп қалады. Селим оған бар жағдайды түсіндірмек болады. Алайда Джейла оны тыңдағысы келмейді. Жанфиза ауладан шықпақ болғанда Селим екеуін көріп қалады. Ол Селимге, мұнда не шаруаң бар деп бас салады. Джейла болса, алаңдайтын ештеңе жоқ, бәрі жақсы дегенде, ол оған, неше Махир саған бұдан аулақ жүр демеп пе еді? Ол өте қауіпті адам, сені пайдаланып тағы Махирге кесірін тигізбекші дейді. Селим болса, әлемде сенен басқа әйел жоқ деймісің? Әлде менің сезімім жоқ па? Неге сонша өзіңе сенімдісің? Мен тұрмыстағы әйелде шаруам жоқ, маған бұл қызық та емес деп кетіп қалады. Жанфиза Джейлаға ұрсып жатырғанда, ол оған, сен білмейтін дүниелер бар деп айтады. Афет Махирге звондап, Жанфиза сенің дос қыздарыңды үйден қуып шықты, бізді ұятқа қалдырды. Мені тыңдамастан Гүлизарды алып, қысқа ашық-шашық киініп үйден кетіп қалды. Гүлизарлар инвесторлармен кездесіп отырады. Махир Жанфизаға звондап ала алмайды. Инвесторлар оларға ақша жағынан көмек беретінін, есесіне олардан жақын қарым-қатынас қалайтындарын жеткізеді. Жанфиза шуланып орнынан атып тұрып, оның басын құмрамен ұрып жібереді. Гүлизар да басқа кісіге солай жарақат жасайды. Үшеуі оларды ұрып-соғып қуып жібереді. Кенет Жанфиза Махирге звондап, полиция бөлімшесінде екенін айтып, бізді камераға қамамақшы, бізден жарақат алғандар бар дейді. Махир полициямен сөйлесіп, мәселені анықтайды. Ол болса, оларды камераға қамауды құптайды. Үшеуі бөлімшеде отырады. Жанфиза Махирге звондағанына өкініп, ол қатты ренжіген шығар деп уайымдайды. Махир бөлімшеге келгенде олардың арттарынан Күршат та келіп, Сара да осында екенін айтады. Үшеуі жасаған істерін есіне алып күліп отырғанда, олардың жандарына Махир келеді. Ол оларға ұрсып, сендер жезөкшелердің үстінен қарайтын басшылармен серіктес болғыларың келді, білесіңдер ме дейді. Ол Жанфизаға ұрсады. Жанфиза болса, жарайды енді, бұл жерден бізді алып шықшы дегенде, сен мұнда өз еңбегіңмен түстің, соның қадірін біл деп кетіп қалады. Үшеуі Махирдің айтқанына уайымда отырады. Махир бекер деген кісіні тауып бөлімшеге алып кетеді. Зардап шеккендер арыздарын кері алады. Афет болса, мен сендерге ескерттім, бұл қыз қауіпті екенін айттым, сендер маған құлақ аспадыңдар деп ашуланып жүреді. Сүрия бұл жағдайға өзін кінәлап, мен тауып берген болатынмын, телефон номерін неге бердім екен деп өзін кінәлаумен болады. Бір кезде Жайлаға үй қызметшісі Базарлыға келеді. Үш ғашық бір-бірін көріп қысылып тұрады. Махир оларды үйге келіп, әжесіне ертең сөйлесеміз дейді. Махир әйеліне айқайлап, сен неге мені тыңдамайсың, неге тек өзіңдікше әрекет етесің, сені жезөкшелікпен айналысатын топтан құтқарғанымды білесің бе, сен қауіпті сезінесің бе деп ұрсады. Жанфиза болса, мен өмір сүруге тырысып жатырмын, өзімді көрсеткім келеді, кісі өлтірушісінің қызы екенімді естуден жалықтым дейді. Екеуі біраз сөзге келеді. Махир болса, ештеңеге қарамастан оған ғашық болғанын жеткізеді. Таңертең Махир жуынуға кеткенде, Жанфиза оның телефонын қараған кезде, Инжи оны бір сағаттан кейін дүкенде күтетін оқып қояды. Ол Инжимен кездесіп, Жанфизадан аулақ жүруін талап етеді. Ол әйелін қатты жақсы көретінін айтып, оны ренжітуге ешкімге де жол бермеймін дейді. Инжи Махирдің қолын ұстап, мен сенің өміріңде ерекше орным бар деп ойладым дейді. Ол болса, сен қате ойлапсың деп жатырғанда, Жанфиза оларды көріп қалып, жандарына келіп жетеді. Ол Инжидің бетінен ұрып жібереді. Махир болса, әйелінің бұл ісіне шок болады. Селимге Джейла келіп, кешегі бұйымын қайтарады. Ол оған, енді байланысты үземіз дейді. Афет Гүлизарға келіп, кешегі істер үшін ренжігенін, Жанфизаның алдында оның сөзін елемегенін айтып, маған айтқан рахметің осы ма деп тиіседі. Ол оған, алдында шатырда сен оның құлап кетуіне себепші болмап па едің, қалай тез өзгеріп кеттің деп таңғалады.
Бұл әңгімені Севда естіп қалады. Кешкісін Махир Кürшатқа звондап, оның қоймаға бара жатырғанын естиді. Ол оған артыңнан ешкім ермеді ме, тексердің бе деп сұрағанда, Кürшат оған алаң болма дейді. Олардың әңгімесін көліктің артында Жанфиза естіп жатады. Кürшат олардың қоймасына келеді. Жанфиза болса көліктің артынан шығып оларды бақылап тұрады. Селим мен Рашид картада көрсетілген мекенжайға бара жатады. Олардың қоймаларына Селим келеді. Жанфиза оны көріп, бұл жерге Махир келу керек еді, не болып кетті деп таңғалады. Селим көлікке жақында Борис шықпайсың ба дегенде, Жанфиза Бористің Рашид екенін көреді. Кürшат Махирді күтіп жүргенде, кенет Селим мен Рашид кіріп келеді. Ол оларды көріп шошып кетеді. Рашид оған, кімнің тауарын тасымалдап жүргенімізді көргіміз келді, лорд кім екенін білмек болдық дейді. Жанфиза өз-өзіне сенбей абдырап тұрғанда, Махир келіп оны алып кетеді. Жанфиза оған Селим мен Рашид осында екенін айтады. Махир оған тағы ұрсады. Жанфиза бұл не болды дегенде, ол болса бұл қызметтік операция, оларды тұтқындаудың бір жолы екенін айтады. Ол оны көлігімен алып кетеді. Селим Кürшаттан, сонымен лорд қашан келеді, әлде сен бізге тозақ құрдың ба деп қыспақтайды. Кенет Кürшатқа хабарлама келеді. Ол Селимге көрсетіп, ол сендердің мұнда екендеріңді көріп келмейтін болыпты дейді. Ол екеуіне жоспарды құрттыңдар дегенде, Селим оған, біз саған толықтай көз жеткізбек болған едік дейді. Ферман моншаның ішінде Әфсанаға жүзік сыйламақшы болып оны күтіп отырады. Севда оны іздеумен болады. Ол оны Месудеден сұрағанда, ол Ферманның моншаға кеткенін айтады. Ферман Әфсанаға сыйлығын беріп, сезімін айтып отырғанда, Севда кіріп екеуін ұстап алады. Жанфиза Махирден кешірім сұрап, әр ұрыс сайын маған келемжейдің қызы екенімді есіңе салып тұрасың. Бұл неке шынайы емес, әкем түрмеге жабылатын күні бұл некеде аяқталады дейді.